Ұңғыманы қиыршықпен толтыру. Ұңғыманы қиыршық таспен толтыру және цементациялау жөніндегі тапсырма алынған соң, бұрғылау құбыры сүзгілерінің төменгі интервалында құбыр аралық кеңістікте түсірілуі тиіс. Бұрғылау құбырының сыртқы диаметрі 65 мм-ден кіші болу керек. Шегендеу құбырын зақымдап алмау үшін тегіс құбыр қолданған жөн. Одан кейін кен аймағын төмен тұтқырлықтағы полимерлі ерітіндімен жуу жүргізіледі. Жеңілдетілген бұрғылау ерітіндісімен құбыр аралық кеңістікте қалыпты циркуляцияға қол жеткізгеннен кейін зумфтардағы ерітінді суға ауыстырылады. Кен аймағы жуылғаннан кейін бұрғылау құбыры қиыршық тас пен цемент сақинасының шекарасына дейін көтеріледі және гидроэлеватор арқылы кен аймағына қиыршық тас жіберіледі. Қиыршық тасты кен аймағына жеткізу су беру арқылы және қиыршық тастың өз салмағымен жүзеге асырылады. Насостың өнімділігі 50-70 литр минутынан аспауы тиіс. Толтыру үшін фракциясы 0,65-1,35 мм болатын қышқылға төзімді таза қиыршық тас қолданылады. Қиыршық тастың шөгу уақыты 4-5 сағатты құрайды. Содан кейін түсірілген бұрғылау құбыры арқылы толтырманың төбесі тексеріледі. Қауіпсіздік бірінші орында.